Баршаңызға сәлем, сабағыма қош келдіңіздер. Бір істі бастамастан алдын ең бірінші Алланың атымен бастаймыз. Бисмиллах деп. Робби ясир, валату ясир, робби тамин бил хайр. Яғни, әрбір істі бастамас алдын осы бір дұғамен бастаймыз. Бұл дұғаның мағынасы: Раббым, әрбір ісіме жеңілдік бер. Және оны маған қиындата көрме. Бастаған ісімді әрдайым игілікпен аяқтауды нәсіп ет. Яғни бұл дұғаны айту арқылы біз өзіміздің істеп жатқан оқуымыз болсын, сабағымыз болсын, яғни дүниенің нәрсесі болса да, Алланың разылығы үшін сауап болып жазылғанын қалап, осы дұғамен бастаймыз. Менің есімім Гүлмира, мен таргетолог маманмын. Яғни үйде отырған аналарды, табысқа шыққысы келетін жандарды, өзінің бизнесі бар адамдарды таргетқа үйретіп жатырған маман. Және де таргетолог болып жұмыс жасап жүріп, менің ең жетістігім ата-анамды ең алғашқы қажылыққа жібергенім, яғни омра қажылығына. Әрине біз құлдарына парыз етіп берілген нәрселерін орындау, яғни ата-анама сол нәрсесін мен арқылы орындату, ол деген сөз өте тамаша нәрсе. Сосын тағы да жаңа шетелге шыққан кезде отбасымызбен сондай сыйлықтар да өзімізге жасап жатырмын. Аллаға шүкір, барлығы осы таргеттің арқасы. Қымбат сыйлықтарды алып жатырмын таргеттің арқасында. Жақындарымның той томалақ басқалар болған кезінде де әрине көмектесіп деген секілді. Сол үшін қаражат жағынан еркіндік деп айтар едім. Таргетті қаражат жағынан еркіндік болу. Қазір 2023 жылдың ең топ мамандықтарының бірі деп айтсақ жаңылыспаймыз. Таргетолог мамандығын. Таргетолог мамандығы социальный сеть арқылы кез келген нишаға, яғни кәсіпке жарнама жасап беретін мамандар деп айтамыз. Таргетолог мамандығына мен қалай келдім? 2018 жылы декретқа шыққан болатынмын. Декретқа шыққаннан кейін үйде отырдым, істемеген жұмысым жоқ. Сетевойды істедім, және де тәттілерді пісіріп саттым, барлығын істедім. Бірақ мен өзімнің қалаған табысыма өте бір 200 мың, 100 мыңның көлемінде болса деп сол табысты аңсап жүрдім. Бірақтан мен қалаған табысқа жете алмадым. Яғни барлық нәрсенің қымбаттағанына байланысты үйделікті пісіріп сатқан нәрселерім болмады, және өзімнің істеген мамандығым бойынша, то есть оқыған мұғалім, бастаушысын мен садикқа, яғни балабақшаға жұмысқа кіруге әрекетін жасай бастадым. Сөйтіп әрекеттеніп жүрген кезде садикқа кірдім, қызыммен бірге. Қызым ол кезінде кішкентай. Бірақ садикқа кірген кезде сразу маған айтты: балалар ауырса да, қандай жағдай болса да, садикта жұмыс жасай бересіз, то есть баланың қасына, егер бала ауырып қалған жағдайда үйге сұрануға болмайды деп. Сол кезінде бірінші кезден бастап адаптация жүре бастады, бірақ мен қызым ауыра бастады. Денелеріне бірдеңелер шығып, содан кейін кішкене қиналғандықтан мен ол жұмыстан кеттім. Әрине өзімнің қалауым бойынша. Содан кейін мен мектепке жұмысқа кіруге арыз жаздым. Мектепке жұмысқа кірем деп барған, мамандығым бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан, бірақ ол жерде мектепке кіруге менде мүмкіндік болған жоқ. Себебі мектептен тесттан өтіп тұрып, мен орамалым үшін мен мектепке алған жоқ. Себебі стандартқа сай келмейсің деді. Яғни мектептің стандарты орамал басы жалаңбас, яғни тізеден төмен юбка киетін. Сол себепті кішкене бұл жерде менің жаңағы пайдама шешілген жоқ бұл жердегі мәселеде. Бірақ сонда да еш уайымдамай мен үйге барып Алладан дұға сұрадым. Аллахым, мен үшін өте қайырлы болған нәрсені, яғни қайырлы болған жұмысты, кәсіпті маған үйге алып кеп берші. Мені орамалымды шешкізіп, тағы да ақша үшін далаға шығып кетпейінші деген мақсатта Алладан қайырлы бір дұға сұрадым. Содан Алла тағала маған осындай именно онлайн, қазіргі заманның талабына сай онлайн оқуларды енді көрсете бастаған шығар, мүмкіндіктер беріп. Өзі айтады ғой, Алла тағала адамға күніне бірнеше мүмкіндік береді, бірақ ол мүмкіндіктердің біреуін, екеуін ғана пайдаланады адам. Сөйтіп жүрген кезде жаңа оқыдым. Сөйтіп СММ және таргеттің мамандығын оқып алдым. Сосын маған ұсыныс келіп түсті бір кісіден. Ол кісі өте жақсы жұмыс жасайды. Негізінде жаңағы кез келген таргетолог СММдарды алуға да қаражаты жетеді, бірақ именно Алла тағала оны маған әкеліп тұрғанына таң қалдым. Себебі үйде отырған яғни мына құлым сұрады ғой деген мағынада түсіндім мен оны. Яғни маған беріліп тұрған мүмкіндікті. Ол мүмкіндікті мен пайдаланып, сразу жұмысқа кірістім. Ешқандай опытсыз, ешқандай